Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Мінекей біз кәсіпкерлік және бизнес негіздері пәнінің 3-ші сабағына да келіп қалдық. 3-ші сабақтың тақырыбы Қазақстан аумағында кәсіпкерліктің даму кезеңдері. Жалпы, Қазақ даласындағы кәсіпкерліктің даму кезеңдерін шартты түрде 5 кезеңге бөлсек болады. Бірінші кезең ол Ұлы Жібек жолының уақыты, сол кезең. Екіншісі 16-20 ғасырлардың кезеңі. Үшіншісі Кеңес одағы кезеңі. Төртіншісі ол 90-шы жылдардағы кезең болатын болса, бесіншісі әрі соңғысы ол қазіргі жағдайдағы экономикалық және кәсіпкерліктің даму кезеңі деп шартты түрде 5-ке бөлуге болады. Ал енді әр кезеңді жеке-жеке талқылайтын болсақ. Бірінші кезең Ұлы Жібек жолы уақыты. Ұлы Жібек жолы 4-15 ғасырлардың арасында жұмыс жүргізді. Жалпы сол уақыт аралығында сауда-саттық дамыды. Батыс Европа мен Батыс Қытайды, жалпы Қытайды байланыстыратын ірі логистикалық жол торабы болды десек болады. Ол кезде осы Ұлы Жібек жолының бойында Қазақстанда ірі қалалар пайда болып, сол қалаларда сауда-саттық дамыды. Ал екінші кезеңіміз ол 16-20 ғасырлар. Бұл кезде Ұлы Жібек жолы дәл бұрынғыдай жұмыс жүргізбеді. Себебі ішкі шапқыншылық, соғыстар, түрлі жағдайлар, одан бөлек европалықтар мен теңіз жолдарының ашылуы сияқты жағдайлар Ұлы Жібек жолының дәл бұрынғыдай жұмыс жүргізуіне мүмкіндік берген жоқ. Дегенмен Ұлы Жібек жолы кезеңнен қалған ірі қалаларда сауда дамыды, металлургия саласы жақсы дамыды, темір балқыту, одан бөлек зергерлік өнер саласы, күміс, алтыннан бұйымдар жасау, тұрмысқа қажетті заттар шығару. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстанның оңтүстігіндегі халықтар негізінен отырықшы болатын болса, солтүстік және батыс бөлігі орталық Қазақстанды мекендеген ата-бабаларымыз мал шаруашылығымен айналысты. Бұл жерлерде үлкен сауда жәрмеңкелері ұйымдастырылды. Қазіргі тілмен айтқанда, үлкен сауда көңіл көтеру орталықтар сияқты жәрмеңкелерде сауда-саттық, айырбас, ақындар айтысы, спортшылар, күрескерлер жарысы сияқты түрлі шаралар өткізілген болатын. Ал енді үшінші кезең ол кеңес үкіметінің кезеңі. 30-шы жылдардан бастап индустрияландыру басталды. 5 жылдық жоспармен өмір сүру. Экономика жоспарлы болды. Ол кезде экономиканың негізгі сұрақтары кім үшін өндіру, не өндіру және қалай өндіру деген сұрақтардың барлығына жауапты тек қана мемлекет болды. Себебі меншіктің барлығы мемлекеттің қолында болды. Жеке меншік және жеке кәсіпкерлікпен айналысу заң бойынша қудаланылды және қылмыстық жауапқа тартылды десек те болады. Бірақ бұл кезеңде елімізде көптеген завод, фабрикалар соғылды, тың игеру жүргізілді өздеріңіз білетіндей. Еліміздің экономикасы қарқынды дамыды десек те болады. Ал енді мынау төртінші кезең, ол 90-шы жылдар. Өздеріңіз білетіндей, еліміз 91-ші жылы өзінің тәуелсіздігін алды. Және нарықтық экономикаға көшті. Жеке кәсіпкерлікпен айналысуға адамдар мүмкіндік алды. Бірақ бұл кезде өзінің қиындықтары болды. Себебі кеңес үкіметінің бізге қалдырған мұрасы ол негізі экономика шикізатқа бағытталған болатын. Енді осы шикізатқа бағытталған экономиканы дайын өнім шығару экономикасына айналдыру мәселелері туындады. Ал бесінші кезең қазіргі замандағы кезең. Қазіргі замандағы кезеңде өздеріңіз байқап отқандай, еліміздің экономикасы, кәсіпкерлігі едәуір Орта Азия елдерімен салыстырғанда едәуір дамыған деп айтсақ болады. Бұрынғыдай тек қана шикізатқа бағытталмай, дайын өнім шығарумен айналысамыз. Одан бөлек жеке кәсіпкерлік, кіші және орта кәсіпкерлік дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар жұмыс істеп өз нәтижесін беруде. Олардың қатарында 17-21 жылға арналған еңбек бағдарламасын айтуға болады. Олардың қатарында 20-25 жылға аралығына арналған кәсіпкерлік субъектілерін дамытуға арналған бағдарламаларды мысалға келтіруге болады. Міне, оқушылар, осымен біз үшінші тақырыпты да аяқтадық. Енді келесі тақырыпта кездескенше қош сау болыңыздар.